Ағылшын тілінде ең көп кездесетін шақтардың бірі present simple, кейде present indefinite деп аталады. Қазақ тіліндегі ауыспалы осы шаққа сәйкес, әдетте, жиі, кейде, үнемі қайталанып тұратын іс-әрекетті білдіру үшін қолданамыз. Present simple шағында мынадай мезгіл үстеулерін қолданамыз: always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never, every day, in the morning, in the evening, etc. Бәрімізге белгілі, сөйлемдер болымды, болымсыз сұраулы формада болады. Етістіктің түбірі арқылы жасалады. Мысалы, I go to college. Ешнәрсе жалғаған жоқпыз. Тек жекеше түр үшінші жақта ғана he, she, it болғанда етістікке s немесе es жалғауын жалғайды екенбіз. Мысалы, he goes to college every day. Ол күніге колледжге барады. Болымсыз формада do, does көмекші етістігіне not жалғану арқылы жасалынады. Мысалы, I don't go to college on Tuesday. Мен сейсенбі күні колледжге бармаймын. Әдетте, he doesn't go to college on Sundays. Ол колледжге жексенбі күндері бармайды. Сұраулы формасында do, does көмекші етістігі есімдіктің алдына шығады. Мысалы, do you go to college on Sunday? No, I don't. Жексенбі күні колледжге барасың ба? Жоқ, бармаймын. Тақырыпты пысықтау мақсатында present simple шағында жақшаны ашып, сөйлемді құраймыз. Келесі тапсырма: сөздерді дұрыс орын тәртібімен орналастырып, құрап жазамыз. Берілген сөйлемдердің барлығы active voice-та ырықты етісте берілген болатын. Енді біз сол сөйлемдерді passive voice-ға ырықсыз етіске түрлендіріп жазамыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. See you later.